қараңызшы, бүгін бізге қонаққа апайлар келіп отыр екен, е? Олай болса, апайларға қарап амандасып алайық қане. Сәлеметсіздер. Бұлға қарап сөйлемейді, алай қарап. Келмесінде әдейі ауылынан алшақталып жүр. Ешкіммен астыры жүр, сый көрсеткісі келмейді. Сіздер неге дауласып жатырсыздар? Мына алдар көсе қасығын сиқырлы деп келіп алдап. Бірінші шартым Байеке. Маған сәукеле жасап беру керексің. Сәукеле? Оны қалай жасаймыз? Екінші шартым менің үйіме әдемі сурет жасап беру керексің. Оюлы. Ол суретті қалай қайдан аламыз? Үшінші шартым маған кілемше керек. Осыларды жазап берсем Байеке, ойланам. Қайдан беруім керек болады? Ай алдар көсе, сен тапсырмаларыңды орындатып, үйіңді жиһазға толтырып, мен тағы алдап кетпейсің бе? Алдамаймын. Байеке, сізге біздің балалар көмектесін. Балалар Байекеге көмектесіп, алдар көсенің қабырға суреті туралы тақпақты білесіңдер ме? Ілияс біле деген айта ғой. Орнынан тұрамыз. Даусыңды қаттырақ шығарып айта ғой. Ою басра өрнектен көркем өне сөйлейді. Қабырғадан шырғып, өткен күнде сөйлейді. Қабырға суретін оюға жасаған туралы тақпақты айтып жатыр. Тамаша, Ілияс, рахмет саған. Жақсылықпен күтіп ал, саран болма. Міне сенің тиындарың. Ой, рахмет, алдар көсе қасығымызды аламын. Сиқырлы қасығын қайтарып берді, е? Қош, сау болыңдар, қонаққа келіп тұрыңдар.